дәуір шежіресін парақтасақ, елінің бірлігі мен жерінің тұтастығы жолында жан шүберекке түйген ерлер аз болмаған. Бірі жау найзасына кеудесін тосып батырлығымен танылса, енді бірі даулы жерде әділ төрелігімен жұртының жүрегіне орын алған. Дегенмен тарих санасында батырлық пен даналықты қатар ұстап, қолына қылышпен қоса ел тағдырын шешер сөзді серік қылған дара тұлғалар да тым сирек. Солардың ішінде ел есінде өшпес із қалдырған, асқақ рухымен, алғыр ақылымен ерекшеленген қайраткерлердің бірі Қазбек ұлы Жабай. Түркістан өңірі тарихы терең, руханияты бай, қасиетті мекен. Бұл өлкеде ел қорғаған батырлар мен дін жолына қызмет еткен әулиелер өмір сүрген. Солардың ішінде халық жадында ерекше орын алған тұлға Сіргелі Жабай батыр. Тарихи деректермен шежіреге сүйенсек, Сіргелі Жабай Қазбекұлы 1728 жылы Сарыағаш ауданы Әлімтау маңында дүниеге келген. Ол тек қолбасшы ғана емес, кейін халық арасында әулие, Жабай ата деген атпен танылған рухани тұлға. Жабай батырдың жігіттік шағы жоңғар қазақ, Қытай қазақ соғыстарына тұспа-тұс келді. Тәтіқара жыраудың жырларында жуан қарны іркілдеп, Қытай қашып келеді. Әзірейілдей зіркілдеп, Жабай қуып береді деп, оның ерлігі жырланған. 1758 жылы Абылай ханның өзі Жабайды сарбаздың сардары етіп тағайындаған. Сол жылы ол Дулат, Сіргелі әскерін басқарушы 4 сардардың бірі болып ақ ту көтерген. Бұл ақ ту елді қорғаған жеңіс туы ретінде 1928 жылға дейін әулиенің әулетінде сақталған. Жоңғар шапқыншылығы басылып, елде тыныштық орнаған соң, Абылай хан Жабай бабаға мөр беріп, ел басқартады. Кейін Қоқан хандығының оңтүстік өңірге басып кіруіне қарсы Қойгелдімен бірге күрескен. Бірақ Жабай батырдың жолы мұнымен бітпеді. Халық айтатын аңыздарға қарағанда, ол соғыс даласындағы қан қасаптан кейін рухани жолды таңдаған. Қожа Ахмет Яссауи ілімімен сусындаған. Содан бері ел арасында ол Жабай ата әулиесі деген атпен танылды. Жабай ата адамдарды сабырлыққа, ізгілікке, адамгершілікке шақырған. Оның айтқаны келетін, болашақты болжай білетін қасиет үшін жұрт оны ерекше құрметтеген. Яғни қолында қару ұстаған қолбасшы кейін сөзбен, иманмен адам жанын қорғаған рухани ұстазға айналған. Бүгінде бұл киелі орынға Қазақстаннан ғана емес, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Ресей мұсылмандарынан адамдар келіп, құрбандық шалып, тәу етеді. Кесене Самарқанның көк тасымен сәулеттеніп, ғасырлар бойы сақталып келе жатқан тарихи, мәдени мұраға айналған. Қазақ халқы әулиелерді әрдайым құрметтеп, оларда ел бірлігі мен рухани тәрбиенің символы ретінде қабылдаған. Себебі мұндай тұлғалар халықты татулыққа, мейірімділікке, адалдыққа үндеген. Сіргелі Жабай батырдың өмір жолы батырлық пен әулиеліктің тоғысқан жері. Қолындағы ақ ту елдіктің, бірліктің белгісіне айналса, кейінгі рухани жолы халықтың имандылыққа ұмтылысын көрсетті. Кешегі хандарымыз бен батыр бабаларымыздан аманат болып жеткен тәуелсіз Қазақстанның көк байрағының астында бүгінгі ұрпақ сол аманатты жалғастырып келеді. Көк түс бейбітшілік пен тұтастықтың, күн байлық пен молшылықтың, қыран бостандық пен ерліктің нышаны. Қасиетті Түркістан өңіріндегі осындай киелі тұлғалар мен орындар халқымыздың тарихы мен рухани құндылықтарын насихаттайтын маңызды мұра болып табылады.
ел аузында сақталған әңгімелерге сәйкес Төле бидің көзіне түсіп, болашағы қасиетті боларына көз жеткізген Жабай батырға тағдырын алдын ала көргендей көрегендікпен бата берген. Бұл баланың несібесі артық шаралған. Бұл баланы бәле-жаладан, тіл көзден сақтаңдар деген Төле бидің сырлы сөзі ұрпақ аузында бүгінге жеткен. Түркістан облысы Сарыағаш ауданында орналасқан Жабай батыр кесенесі бұл тек сәулеттік құрылыс қана емес. Ол батырлық пен даналықтың, елдік рух пен қасиеттілік үйлескен киелі мекен.